Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Әр түрлі кейіпте жасалатын садақаның түрлері өте көп. Сол садақаның бір түрі ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп жеткізеді хадисте. Афдалус садақа ан ятаалламал мар'ул муслим илман сумма юаллимуху ахахул муслим. Садақаның ең абзалы мұсылман адамның бір ілімді үйреніп, сосын екінші бір мұсылман бауырына үйретуі деген екен. Сондықтан әрбір айтылып жатқан хадистен, Құраннан, мешіттерде айтылып жатқан уағыздардан, сабақтардан бір нәрсені, бір ілімді үйреніп, екінші бір мұсылман бауырына үйрету, бұл да бір садақаның ең абзал түрі болып есептелінеді екен. Алла тағала білмегендерімізді үйретсін, ұмытқандарымызды